Талдықорған қаласында белгісіз азамат еркек дүкеніне бензин төгіп, өртемекші болды деген күдікпен қолға түсірілді. Аталған дүкенге кездейсоқ барған қала қонағы жағдайға араша түскен. Мен Талдықорғанға құдалыққа келген адам. Сөйттім да құдамнан, құда ең достойны еркектер киінетін магазин қайда? Бірақ бірден айтып қояйын, бір өзім барам, ато анан ал, мынан ал деп мида аштасыңдар деп. Құда деді, Шевченко 144 дроп 142-де еркек деген магазин бар. Ең качественный киім сол жерде барда костюм шалбарыңды, еще туфлиңді, спортивка, кроссовкаңды алып, бірден тойдан кейін Қапшағайға барып демаламыз. Сосын басыңа бір тақия ала сал, пақанның басына барып қайтамыз деді. Хорошо дедім да, Инстаграмда ашып, еркек.тк деген Инстаграмда ашып қарасам, рассрочка там, Каспирет бәрі бар екен. Сөйттім да, ойына детский магазин екен деп, бірден жетіп келдім, осы жаққа тап етеді. Келсем, магазин жабылып қапты бірақ. Сөйтіп терезесінен бүйт деп, әйтеуір ыңғайлап қарасам, бір бала ішінде қолына канистр ұстап алған, магазин бәріне бензин шашып жүр. Япырсамайды, конкуренттері көре алмай, магазинді өртеп жіберейін деп жатыр екен ғой дедім да, терезеден сындырып кірдім да, ана баланы апылдап тастадым. Сөйтсем, мен мына магазинде жаңадан келген продавец консультантпын. Сонысы менен кейін пол жүк кетейін деп шелек іздеп, шелек таппай кладовкаға кірсем, канистр тұр екен. Соған су толтырып алдым да, сонымен су шашып, мына жерді жуайын деп жатсам, мына мужик кіріп келді да, мамалатып жіберді ғой мені. Алтта мына үстін бәрімен пол жуып тастады ғой осы жердің полын. Қайсар Тауасаров, Таусар Қаясаров, ПТК арнасы Талдықорғаннан.